Сәлеметсіңдер ме балалар? Әліппе сабағына дайынсыңдар ма? Ендеше бастайық. Бүгін біз әліппе сабағында үйренгенімізді, білгенімізді қорытындылаймыз және қайталаймыз. Жақсы балалар, біз дыбыс, әріп, сөз, сөйлем дегеніміз не екенін жақсы білеміз. Солай емес пе? Бізде дыбыс екіге бөлінеді, яғни дауысты және дауыссыз дыбыстар. Дауысты дыбыстар жайлы сендер алдыңғы сабақта толық мағлұмат алдыңдар. Енді бүгін дауыссыз дыбыстар жайлы сөйлесейік. Дауыссыз дыбыстар өкпедегі ауа, біз дыбысты айтқан кезде кедергіге ұшырағандықтан, олар дауыссыз дыбыстар деп айтылады. Дауыссыз дыбыстар үн мен салдырдың айтылуына, дыбысталуына байланысты қатаң, ұяң, үнді болып үшке бөлінеді. Қатаң дауыссыз дыбыстар тек қана салдырдан тұрады. Ал ұяң дауыссыз дыбыстар салдыр мен үннің бірге айтылуымен бірге тұрады. Бірақ салдыр басымырақ. Ал үнді дауыссыз дыбыстар үн мен салдырдың байланысу арқылы тұрады. Бірақ үн басымырақ болады. Оларды нақты толық қай дыбыстар қай түріне жататынын анықтап білу үшін алдағы сабақтарды көріңдер. Сол жерде толық айтылады. Балалар, бірақ бір ескертетін жайт, қатаң және ұяң дауыссыз дыбыстар жұп құрайды. Яғни сендер жақсы білетін Б, П жұп дауысты дыбыстар, Қ, Ғ, К, Г, З, С, Ш, Ж. Бұлар жұп дауыссыз дыбыстар. Бұлар жайлы сендер осы дыбыстарды өткенде сендер білесіңдер. Яғни осы дыбыстардан аяқталатын сөздерге ы, у дыбыстар жалғаған кезде олар ауысады. Жақсы балалар, естеріңе түсті ме? Жарайсыңдар. Осыны еске түсіріп, қайталап жүріңдер. Енді балалар, келесі менің сендерге беретін тапсырмам, ол жарыс. Қандай жарыс дейсіңдер ме? Жүгіру жарысы емес. Сөзді кім жылдам оқиды екен? Ал бастайық. Бірінші біз жарысты неден бастаймыз? Сөреден бастаймыз. Енді кәне бірінші тұрған сөзді оқиық. Күн, таға, таға, ақпан, ақпан, кезек, кезек, жантақ, жантақ, шаңырақ, шаңырақ, ірімшік, ірімшік. Және біз неге жеттік балалар? Мәреге жеттік. Өте жақсы. Яғни балалар, біз сөздерді тез әрі жылдам оқып. Енді керісінше қарай тағы да бір оқиық. Ірімшік, шаңырақ, жантақ, кезек, ақпан, таға, күн. Жақсы, біз жеттік. Өте тамаша. Балалар, сендер менімен бірге сөздерді жылдам, тез оқыды деп ойлаймын. Енді балалар, біз тағы да еске түсіретін жайт, біз заттарды тәуелдеп айтамыз. Яғни заттар біреуге тиесілі екенін біз менің, сенің, оның деген қосымшаларды пайдаланамыз. Енді соны қайталайық. Бірінші менің, сенің, оның. Осы үш сөзге мына бір сөздерді оқып, сәйкестендіру керек. Дайынбыз ба? Бірінші сөзден бастап оқиық. Бірінші сөз балапаның. Кәне, балапаның. Менің балапаның деп айтамыз ба? Жоқ. Сенің балапаның. Яғни бұл сөз сенің балапаның. Келесі сөз оқиық. Жібі, жібі. Менің жібі деп айтамыз ба? Жоқ. Оның жібі. Оның жібі. Келесі сөз шаңғым.
менің шаңғым. Яғни менің шаңғым болады. Өте жақсы. Келесі үйі. Үйі. Кәне? Сенің үйің. Ал үйі деп қай кез айтамыз? Оның үйі. Тамаша. Келесі дәптерің. Я? Қай кезде айтамыз? Сенің дәптерің болады. Тамаша. Келесі үстелім. Үстелім. Я? Менің үстелім болады. Тамаша. Кәне қайталаймыз енді. Менің шаңғым, менің үстелім. Сенің балапаның, сенің дәптерің. Оның үйі, оның жібі. Жақсы балалар. Яғни біз заттарды тәуелдеп үйрендік. Есімізге түсті ме? Тамаша. Енді сендер бұл сөзді айтқанда соңғы жалғауларын қателеспей жалғап айтасыңдар. Бүгінгі балалар біздің еске түсіру сабағымыз аяқталды. Сендер барлығын мұқият тыңдап ұғып алды деп ойлаймын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар. Сендермен бірге болған мен Айдана Рысбекқызы.